Ассалаумағалейкум оқырмандар. Кешкі асқа осындай тауық етінен керемет тағам дайындадым. Бұл тағам қазанда дайындалады. Оңай әрі тез жасалады. Еті де өте керемет болып пісіп шығады, дәмі де керемет болады. Менің видеоны толықтай қарап, жасап көріңіздер және пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін тазалап жуып аламыз, одан кейін осылай етіп кесіп алатын боламыз. Тауық етімізді мариновать етеміз. Сол үшін тұз, бұрыш, тауыққа арналған дәмдеуіштер, чеснок және де тауыққа арналған соусты қостым, паприка қостым. Одан кейін жақсылап араластырып 20 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Картопымызды ашып, жуып, тазалап аламыз. Одан кейін табамызға сұйық май құйып, мен топленый масло қостым. Одан кейін картошкаларымызды жақсылап қуырып алатын боламыз. Картошкамызды қуырылғаннан кейін екінші жағынан тағы да бір рет қуырып аламыз. Жақсылап қуырылған картошкаларымызды басқа ыдысқа салып аламыз. Дәл сол табамызға, дәл сол майымызға тауығымызды жақсылап екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Жақсылап қызартып қуырып алғаннан кейін ыдысымызға салып алатын боламыз. Табамызға қайтадан картошкамызды саламыз. Одан кейін тауық етін үстіне салатын боламыз. Етімізді салып болғаннан кейін құрғақ чеснок салдым. Одан кейін помидорымызды саламыз. Жай отта 1 сағаттай, 1 сағат жарымдай пісіріп алатын боламыз. Егер соусы аз болса, үстіне су құямыз. Тағамыз дайын болды. Етіміз жұмсақ болып пісіп шықты. Осылай ыдысқа салып ұсынатын болам. Тауық етінен де осындай керемет тағамдарды пісіріп жасасаңыздар болады. Менің YouTube арнамда басқа да керемет тағамдардың жасалу жолы бар. Қарап жасап көріңіздер. Және де тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Алдағы уақытта көптеген видеолар шығаратын болам. Ассалаумағалейкум.